Сәлем достар, сіздермен әдеттегідей Әсем. Бүгін мен сіздерге өте қызықты видео түсіремін. Сондықтан менің осы видеома лайк басып, подписка жасап каналыма маған бір шабыт беріп жіберіңіздер. Бүгін біз ораза мерекесіне, ораза айына арналған открытка жасап үйренеміз. Яғни ол жай открытка емес, бұның ішінде ауыз бекітуге арналған және ауыз ашуға арналған дұғалар жазылған открытка. Бізге Pinterest программасы керек болады. Pinterest программасынан біз Рамазан картинки немесе Рамадан деп терсеңіздер, неше түрлі осындай әдемі картинкалар шығады. Соның ішінен өзіңіз қалаған фонды таңдап, осындай открыткаға қолдансаңыздар болады. Осындай неше түрлі әдемі фондар шығады. Мен осындай жасыл фонды таңдадым. Әдемі көрінеді екен. Скачать изображение деп, үстіндегі штучканы бассаңыздар, скачать изображение деп шығады. Соны басасыздар. Сосын өзіңіздің телефондарыңызға сақтайсыздар. Сондан кейін тағы да 1-2 фон таңдай салдым. Бұл 2 фонды мен өзімнің открыткама қолданамын, яғни артқы бөлігіне және ішкі бөлігіне арнап осылай 2 картинканы сақтап алдым телефоныма. Содан кейін бізге екінші программамыз керек болатын, бұл бізде PicsArt программасы. PicsArt программасы менде бесплатный версиясы, мен ешқашанда PicsArt программасын платный версиясын қолданбағанмын. Сосын, егер сіздерге PicsArt программасының взломанный версиясын Android телефонына қалай установить ету керек туралы видео керек болса, менің алдыңғы видеоларымды қарасаңыздар болады, сонда бар. Енді мына жерде мұқият қараңыздар. PicsArt программасын ашқанда холсты дегенді таңдап, ақ холст таңдайсыздар. Содан кейін вручную деп басасыздар. Содан кейін 17:54, 12:40 деп таңдаңыздар. Бұл бізде A4 форматына арналған размер. Бұдан кішкентай немесе үлкен размер таңдамайсыздар. Маған вертикальный размер керек болғандықтан ол размерлерді орнымен ауыстырдым. Содан кейін осылай ақ парақ ашылады, галочканы басып, редактировать деп басасыздар. Содан кейін ары қарай жұмысымызды жалғастыра береміз. Стикерға кіресіз, черный квадрат деп таңдайсыз. Черный квадрат бізге ол открытканың шеттерін, яғни формасын келтіру үшін керек болады, размерлерін келтіру үшін. Осылай қара осындай ақ фондағы квадрат таңдап алдық. Содан кейін бұны біз тура центріне қойып, бір парақта біз 2 открытка жасағандықтан, осылай тура центріне қойып, копия жасап, бұны екінші жағына осылай астыңғы бөлігіне қоямыз. Сіздер бұны A4 форматта бір открытка жасасаңыздар болады, тура осындай жолмен, немесе бір фонда 2 открытка жасасаңыздар да болады, бір бетте яғни. Содан кейін тағы да бір осы квадратты қайтадан таңдап, тура центрін алып, бұл открытканың осы центріне дәлдеп осыны ұзартып қоямыз. Бірінші кішірейтіп аламыз, осылай формаға келтіріп, бұл біздің открыткамыздың бүктелетін жері болады. Сіздер бұл жолмен, сіздер даже пригласительный свадьбаға ұзатуға пригласительный жасап үйренсеңіздер болады, немесе ішіне птичье молоко қойылатын тойбастар жасап үйренсеңіздер де болады. Жасалу жолы тура осындай. Содан кейін добавить фото деп басып, жасыл фонымызды таңдап алып, осы открыткамыздың беткі жағына қоямыз. Беткі жағын қарап отырсаңыздар, оң жақ бөлігі бізде ашылатын жақ болғандықтан, оң жақ бөлігі бізде открытканың сыртқы бөлігі болады. Шатастырып алмаңыздар. Осылай әдемілеп қоямыз. Содан кейін бұны үстінде 2-4 бұрышты бассаңыздар, копия жасап, бұны астыңғы бөлігіне қоясыздар. Копия деп бассаңыздар, осы астыңғы бөлігіне қойылады. Достар, сіздерге осындай дайын шаблондар керек болса, открыткаларға емес, басқа да Рамазан айына шаблондар менің VIP каналымда бар. Ол VIP каналда баннер, тойбастарға арналған заттардың барлығын таба аласыздар. 1000-нан аса шаблон бар. Егер керек болса, маған WhatsApp номеріме жазыңыздар. Енді добавить фото деп басып, осы біздің екінші фонымызды таңдап алдық. Осыны кішейтіп немесе үлкейтсе де болады, немесе осы күйінде қолдана берсеңіздер де болады. Мен осы күйінде қолданамын. Просто шеттерін үлкейтіп және кішейтіп аламын. Осылай дәлдеп қойып аламыз. Осылай дәлдеп қойып аламыз.
Содан кейін бұны астыңғы жағына копировать деп басып, копия жасап, астыңғы бөлігіне қоямыз. Мұқият бүйтіп қарап, түзулеп қойып алыңыздар, екі жағы екі түрлі болып кетпесін. Менде екі жағы екі түрлі болып кетті, сондықтан біреуін кішірейту керек болды. Сондықтан осылай кішірейтіп аламын. Копия жасап, астыңғы бөлігіне қойдым. Енді қарап тұрғаныңыздай, бұл открытканың ортаңғы бөлігі бізде бүктелетін жері ақ фон болып қалды. Бұл ақ фон болып әдемі болып болмай қалады. Сондықтан добавить фото деп басып, өзіміздің жасыл фонымызды қайтадан ашамыз. Содан кейін бұның шетін кесіп аламыз. Обрезать деп бассаңыз, осылай қалаған жеріңізді кесіп алсаңыз болады, қиып алсаңыз болады. Оны да тура ортасына қойып, осылай дәлдеп қоямыз. Егер бұл открыткаларды фотошопта жасап үйренгім келеді десеңіздер, онда маған тоже WhatsApp-қа жазыңыздар. Фотошопта жасалуды үйретемін. Открытканы ғана емес, мен специально обучающий каналым бар. Бұл жерде фотошоп обучение деген канал. Осындай открыткалар жасау, баннеркидің шаблондарын жасау, баннер жасау, размер таңдау, барлық фотошоптың қыр-сырларын үйретемін. Сондықтан WhatsApp нөміріме жазсаңыздар болады. Үйренгім келемін десеңіздер, бұның бағасы да өте қолжетімді. Осылай дәлдеп қойған соң астыңғы бөлігіне осылай екінші бөлігін қоямыз. Енді готово деп басып, бұл фонды мен бұл шаблонды, яғни мен өзімнің тегін телеграм каналыма сақтап қоямын. Бұл жерге текстті, өзіңіз қалаған текстті жазсаңыздар болады. Бұл телеграм каналым менде тегін телеграм каналым, яғни оның да ссылкасын осы видеоның астына қалдырамын. Енді мен бұл дайын фоныма текст жазамын. Текст деп басып, өзіңіз қалаған текстті жазсаңыздар болады. Мен мысалы ораза қабыл болсын деп жаздым. Сіздер мысалы Рамазан айы мүбәрәк болсын деп, немесе арнайы адамға жазсаңыздар, белгілі адамға жазсаңыздар, соның атын жазып ораза қабыл болсын деп жазсаңыздар да болады. Енді бұның цветін таңдаймыз, шрифтін таңдаймыз, цветін таңдаймыз. Шрифті деп бассаңыздар, бұнда көптеген шрифттер шығады. Бұның ішінен коронасы жоқ шрифтті таңдаймыз, өйткені ол бесплатный. Коронасы бар шрифт ол бізде платный, және дайын шаблонымыз сақталмай қалуы мүмкін. Енді цветті таңдап, қоңырлау түс таңдаймыз, өзімізге әдемі. Егер сіздер золотой фонды қойғыңыз келсе, тексті PicsArt'та золотой фонды қалай қоюға болатыны туралы менің алдыңғы видеоларымда бар. Золотой текст деп аталады, соны көрсеңіздер болады. Үйреніп алыңыздар, сонымен золотой текстті. Көп адамдар заказ бергенде адамдар сұрайды, маған золотой текстпен жазып беріңізші деп. Сондықтан өте керекті. Енді астыңғы жағына да осылай жазып, астыңғы бөлігіне қоямыз. Енді бұл фонды мен тоже дайын өзім тегін телеграм каналыма қоямын. Дайын осы текст жазылғанын сонда саламын. Сондықтан телеграм каналыма тіркеліп, тегін телеграм каналыма тіркеліп, соны өздеріңіз қолдана беріңіздер. Енді мен ішіне текст жазам. Барлығын алдындағы жазған нәрселерін бәрін дәлдетіп алып тастаймын да. Енді осы фонды қойып, ішкі бөлігін жасаймын. Открытканың осындай фонды екі жағына қоямыз. Копия жасап, екі жақ бөлігіне. Бұл открытка ашылғанда бір жағы, сол жағында, ашылған жағында сәресіне арналған дұға, және де ішкі жағында, оң жағында ауыз ашарға арналған дұға жазылып тұрады. Өйстіп дәлдеп төртеуін төрт жаққа қойып алдық. Екі открытка болғандықтан. Шеттері дұрыс келмей жатса, осылай ұзартып қойсаңыздар болады. Енді бізге квадрат керек, жасыл квадрат қойғым кеп тұр, өйткені менің сыртқы фоным жасыл фонда. Стикері керек болады, тағы да квадрат дегенде черный алып, зеленый деп жазасыздар. Зеленый квадрат деп, егер сіздер басқа фонда жазсаңыздар, мысалы қызыл түсті ғып, немесе розовый түсті ғып жазсаңыздар, сол түстерді жазасыздар. Міне осындай жасыл фон бар екен.
жасыл квадрат бар екен, соны мен өзіме қолданамын. Не өйстіп қоямын, ортасына дәлдеп, шеттерін бәрін дұрыстап аламыз осылай. Төрт жағына төртеуін қойып алып, дәлдеп, асықпай әдемілеп қойып аламыз. Содан кейін өзіміз алдын ала дайындап алған текстті, яғни мен Google'дан скетч етіп алдым, Google'дан қарап алдым алдын ала. Сіздер де солай қойсаңыздар болады. Не готово деп басамыз. Дәлдеп, өйстіп асықпай әдемілеп қойып аламыз. Менің басқа да видеоларымды көріп кетіңіздер. Бұнда видео пригласительный жасау, баннер жасау, және де шаблондар жасау, текст жазу, неше түрлі видеолар бар. Солардың бәрін көрсеңіздер болады. Алдын ала мен сақтап алған бұл фонды мен сіздерге тағы да сақтап кетейін, өйткені мүмкін сіз ішіне басқаша текст жазылғарыңыз келеді, сондықтан оны да телеграм-каналыма сақтап қоямын. Достар, бұл видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Енді Google'да ашып, ауыз ашу, ауыз бекіту дұғасы деп жазсаңыздар, осындай неше түрлі дұғалар шығады, солардың қалағаныңызды алсаңыздар болады. Мен бірінші ауыз бекітуге арналған дұғаны копировать деп басып, осы фонымның бір жағына, сол жақ бөлігіне қоямын. Вставить деп бассаңыздар, осылай шрифте шықты. Бұл өте анық емес, сондықтан мен шрифтін кішкене басқашаға ауыстырамын. Достар, тағы да айта кетейін, шрифт таңдағанда, егер Pixar программасы болса, сіздерде Android'та болса, онда тек коронасы жоқ шрифттерді таңдаңыздар. Егер коронасы бар, Pixar'тың полный версиясын қолданғым келеді десеңіздер, Android телефондарыңыз болса, онда взломанный версиясын өздеріңізге установить етіп алыңыздар. Оның қалай установить етуі менің осы видеоларымның YouTube каналымда бар. Готово деп басып. Енді біз екінші жағына ауыз бекітуге арналған, ауыз ашуға арналған дұғаны қоямыз. Және Google'дағы текстімізді қайтадан кіреміз де, ауыз ашуға дұғамызды өзімізге скачать етіп аламыз. Копировать деп, яғни выделить, копировать десеңіздер, скопировать етіледі. Соны вставить деп, сол дұғаны қоямыз. Бұның да размерін келтіріп, үлкейту керек болса үлкейтіп, цветін бәрін келтіріп аласыздар. Мына төрт бұрыштың шеттерін үлкейтіп, күшейтуге болады. Мына стрелканы қолдансаңыздар болады. Осылай әдемілеп қоямыз. Бұны да копия жасап, астыңғы бөлігіне копия жасап қоямыз. Достар, менің видеом сіздерге қызықты болды деп ойлаймын. Сондықтан бұл видеоға лайк басып, менің каналыма подписка жасап кетіңіздер. Менің жасап жатқан жұмысым бос емес екенін көрсете кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Осылардың барлығы менің телеграм каналымда сақталады.